Капиллярлар, артериолалар, венулалар. Кіші ұлғайтқышпен ұсақ тамырлар торын тауып, үлкен ұлғайтқышқа ауыстыру керек. Капилляр өте ұсақ тамыр. Оның диаметрі эритроциттің сәл үлкендеу, сондықтан капиллярда эритроциттер тізбектеліп бір қатар орналасады. Капиллярдың қабырғасында базальдық мембранада ұзына орналасқан сопақша, сәл боялған эндотелиоциттердің ядросы және де созылыңқы күңгірт перицистің ядросын көруге болады. Сыртында ұзына бой адвентисталық клетка орналасқан. Венулада эритроциттер бірнеше қатар орналасады. Артериолада капиллярлар мен венуладан айырмашылығы оның қабырғасында бірыңғай сала ет клеткасы сақиналы орналасады. Енді бұл препаратқа қарайтын болсақ, бұл препарат артериола, венула, капиллярлар деп аталынады. Бұл препарат гематоксин язымен боялған. Енді қарайтын болсақ, бізде дәл осылай көрінеді. Одан кейін оны осылай көрінетін табылады жақыннан. Енді одан кейін бұны ажырату үшін бізде келесі фотоны қарайық. Ең бірінші бізде қараған кезде ажыратамыз, яғни үлкейтеміз. Осы жерде артерияны ажырату керек. Артериоланы ажырату керек. Артериоланы ажырататын кезде біз артериоланың ішінде бізде эндотелициттер бізде ұзынан орналасады. Ал бізде миоциттер көлденеңінен осының бойында орналасқан. Ал эритроциттер бірнеше қатар орналасады, көріп тұрсыңдар. Осының артерияның ерекшелігі бар. Қазір венаның ерекшелігіне тоқталамыз. Венаға қарайтын болсақ, венаның ерекшелігі, яғни венуланың ерекшелігі. Бұл жерде эритроциттер тоже бір қатар орналасады, және миоциттер бұда өте аз болады. Қарайтын болсақ, көлденеңінен орналасқан миоциттерді көре алмаймыз. Көлденеңінен орналасқан жерде жоқ. Бұл жерде керісінше ұзынан орналасқан эндотелициттерін байқай аламыз. Эндотелициттер былайынан ұзынан көптеу орналасады. Одан кейінгі үшіншісі, бұл бізде капиллярлар. Ол капиллярларды қалай ажыратамыз? Капиллярды барынша жақындатамыз. Барынша жақындатқан кезде бір қатар орналасқан эритроциттерді ғана көре аламыз. Міне. Олар бізде капиллярлар деп аталады. Капиллярлардың тағы бір ерекшелігі, бұның сыртында бізде кішкентай перициттер орналасады. Эндотелициттер бар. Бірақ перициттер бұл капиллярда болатын негізгі ерекшелік болып табылады. Бітті. Давайте, сәттілік.